Қош келдіңіздер менің тұрақты көрермендерім. Мынадай әдемі лаванда гүлін жасайтын боламыз. Лаванда гүлін жасау үшін кішкене löпілдек сым темірді заказ бердім. Осы түрлі түсті сым темірлердің ішінен көгілдір түспен және жасыл түсті қолданатын боламыз лаванда гүліне. Алдымен біз осы лаванда гүлін бас жағындағы гүлін жасайтын боламыз. Спашка таяқшаның көмегімен кішкене орайтын боламыз. Бұл жіп сым темір жан-жаққа ыңғайлы, қайға қайырсан сойға ыңғайланып қайырылатын сым темір үлпілдек жіп деп атайды бұны. Енді осы спашка таяқшаға кәдімгідей ораймыз. Спираль құсатып ораймыз. Ұнап жатса осы істеп атқан гүлім менімен бірге жасасаңыздар болады. Өте ыңғайлы. Сұрақтарыңыз болса тіркеліп, лайк басып, сұраққа жауап беруге тырысатын боламын. Енді екіншісін тағы орайтын боламыз. Біз бір лаванда гүліне осында 2 дана керек болады. Мінекей екеуін жасадық. Енді осының екі шетінен тартып созамыз. Және осылардың ортасына бір-біріне қаратып, қараңыздар, екеуін бір-біріне қаратып бұраймыз. Енді осының екеуден бір-біріне жабыстырып кілелеп қоямыз ыстық кілемен. Ортасына кілелейміз, қараңыздар. Мына жақтағы екеуінде, арғы жақтағы екеуінде ортасын ыстық кілемен кілелеп бір-біріне біріктіретін боламыз. Екіншісіне кілелейміз. Енді осыларын бір-біріне жабыстырып қоямыз. Осы дайындап қойған спашка таяқшаның аяқ жағына, ортасына емес, аяқ жағына қосып кілелеп қоямыз. Сонда біздің лаванда гүліміздің гүлі мен сабағы дайын болады. Лаванда гүліміздің басындағы гүлі және сабағы дайын болды. Осыған сіздерге 4-5 данасын істеп көрсетіп жатырмын. Алдында кішкене істеп қойған дайыны бар. Енді бізге осы гүліміздің жапырағын жасайтын боламыз. Жапырағын кәдімгідей бір-біріне бүктеп қоямыз. Оп-оңай. Бұл жапырағын ортасында кішкене ыстық кілемен жабыстырсаңыздар, кішкене ажырамайтын болады. Өздеріңізге сенімсіз болсаңыздар, ортасын ыстық кілемен жабыстырып қойсаңыздар болады. Әр лаванда гүлінің сабағына бір-бір жапырақтан келеді. Мінекей ортасын ыстық кілемен өзімізге нықтыру үшін ортасын кілелейтін боламыз. Мінекей жапырағымыз дайын болды. Енді біз гүлімізді бастайтын боламыз. Арнайы кішкене ортасына клей жабыстырылған лентамыз бар. Осыны да заказ беріп алдырттым. Өте ыңғайлы. Орасаңыз кішкене жабысып қалады өзімен өзі. Осыны ораймыз сабағына. Ортасына жаңағы біздің кішкене жапырағымызды асты жағын орап тастаймыз. Өзімізге ыңғайлы болу үшін. Және осы лентаның ортасына қоса орап жіберетін боламыз. Әр ландыш гүлінің сабағында бір-бір жапырақ болатын болады. Өздеріңіз білесіздер, осы жапырақтың көлемін кішкентай қылып, 3-2-ден қосып үстіп жабыстырып қойсаңыздар болады. Қараңыздар, лентамыз өте ыңғайлы. Жабыстырса өте нық жабысып қалады. Өзіңізге сенбесеңіздер, мынау жапырақтың түбін тағы да бір кілелеп шықсаңыздар болады. Енді сіздерге тезірек көрсеткеннен кейін екіншісін тағы да бір көрсетіп шығайын деп жатқан жайым бар. Мінекей лентаны түбіне қаратып орап кілелеп аламыз.
және дайындап қойған жапырағымызды түбін бұрап кішкене ажырап кетпес үшін оны да қоса ленданың ортасына орап жібереміз. Мінекей гүліміз дайын болды. Сіздерге тезірек көрсету үшін бәрін дайындап қоямын. Мінекей қараңыздар. Мінекей 9 дана лаванда гүлі дайын болды. Қараңыздар. Осы видеоның аяғына дейін көргеннен кейін кішкене баға беріп кетіңіздер. Өтініш сіздерден.